Көп балалы отбасылар үшін қуанышты жаңалық. Елімізде көп балалы отбасыларға жаңа салық жеңілдіктері енгізілгені туралы жағымды хабар ел ішіне тез тарады. Бірақ жұртшылықтың түсінбей жатқаны, бұнда қандай жеңілдіктер бар, нендей тиімділіктер қарастырылған? Біз осы жайлы баяндайтын боламыз. Алдымен арнамызға тіркеліп, каналымызға жазылып кетіңіз. 2025 жылдан бастап Қазақстанда көп балалы отбасылардың табысын салықтан босатуға мүмкіндік беретін жаңа жеңілдіктер күшіне енді. Жылына 282 айлық есептік көрсеткішке дейінгі, яғни 1.108.824 теңгеге дейінгі салық кешірімі енгізіліп, ата-аналардың екеуіне де қолданылады. Мәселен, бір ата-анаға ай сайын 23 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 90.436 теңге, ал екеуіне 12 айлық есептік көрсеткіштен 47.184 теңге көлемінде жеңілдік қарастырылған. Бұл 4 немесе одан да көп кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларға арналған. Осылайша, осы жылы мұндай отбасылар орташа есеппен 90.000 теңгеге жуық табысын салықтан босата алады. Салық кодексінің 342 бабына сәйкес, жаңа шегерімдер міндетті зейнетақы аударымдары, әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналары және басқа да жеңілдіктермен бірге қолданылуы мүмкін. Жалпы шегерімдердің сомасы жылына 564 айлық есептік көрсеткішке дейін жетуі ықтимал, яғни 2.217.648 теңге. Сонымен қатар дәрі-дәрмекке және 18 жасқа дейінгі балалардың шығындарына да қосымша салық шегерімдері енгізіледі. Сарапшылардың пікірінше, барлық құжат дұрыс рәсімделген жағдайда көп балалы отбасылар салық шығындарын едәуір азайта алады. Міне осылайша біздің елімізде көп балалы отбасылар үшін үлкен жағымды жаңалық болды. Бұл жаңалықтың басқа қандай тиімділіктері болуы мүмкін? Сіз қалай ойлайсыз? Бұл кейбір кәсіпкерлер үшін тиімсіздік немесе қызғаныш тудырмай ма? Бұл туралы ойыңызды пікір алаңына жазып кетіңіз.